Далил бар жерде де-факто бар. Темір жолдармен өзара тығыз байланысуда. Бүгін Талдықорған қаласында Астана Талдықорған темір жол бағыты іске қосылды. Бұл жай ғана жаңа пойыз емес, бұл елорда мен өңірді байланыстыратын тікелей қатынас. Жолаушылар үшін қосымша мүмкіндіктер ашып, көлік инфрақұрылымының дамуына үлес қосуда. Жаңа темір жол бағыты елорда мен Жетісу өңірі арасында тікелей қатынас орнатып, жолаушылар үшін сапарда анағұрлым ыңғайлы етеді. Салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімдігінің өкілдері, көлік саласының мамандары және ұлттық тасымалдаушы компанияның өкілдері қатысты. Пойыз құрамында отандық өндірісте жасалған заманауи вагондар қарастырылған. Олар жолаушылардың жайлы қатынауына бағытталған. Темір жол көлігі заңы бойынша әр мысалы әлеуметтік маңызы бар бағытта бір арнайы вагон болу керек. Ол яғни ішінде жаңа көтеріп түсіру құрылғысы және арнайы купе және санитарлық торап болу керек. Яғни осы Астана Талдықорған бағытында болады. Жалпы Қазақстан бойынша 140-тан астам маршрут бар. Қазіргі таңда біз 110 шақты вагонды оған іске қосылдық. Ол жаңағы жүйелі жаңарту кезінде, мысалы, жыл сайын біз 150-160 вагон алатын болсақ, оның ішінде әрине 10 шақты вагоны жаңағы арнайы вагондар болып табылады. Аймақтардың өзара байланысын жақсарту елдің ішкі әлеуетін арттырады. Бүгін жолдармен, әуе жолдармен, әсіресе темір жолдармен өзара тығыз байланысуда. Аймақтардың өзара байланысын жақсарту. Осыдан бір ғасыр бұрын Секен Сейфуллин атамыз кезінде Семей қаласы мен Алматы оңтүстік өңірді қосу үшін зор еңбек жасап, түркісіп жолын салып өткен екен. Сол Секен Сейфуллин атамыз басталған. Енді бір ғасыр өтсе де біздің Талдықорғанға жолаушылар пойызы жоқ. Бір кездерде трасса жасалып жатқан кезде Алматының екі ортада болды осындай тіркемелі пойыз. Басқа уақытта мұндай жолаушылар пойызы болған жоқ. Мен өзім жеке басым және де басқа да адамдардың талай әңгімесін естідім. Астанаға бару үшін, жалпы басқа жақтарға бару үшін Алматыға бару керек. Сол жерге жол жүріп бару керек. О жерде күту керек. Кейде үлгермей қалып жатады. Сондықтан осындай халықтың керек болғандығын өзім сезінгендіктен пойыз керек деп есептедік. Пойыз 2 күнде бір рет қатынайды, ал Талдықорған мен Астана арасындағы жаңа жол шамамен 28 сағатты құрайтын болады. Жаңа бағыт Жетісу өңірі үшін өте маңызды қадам. Жолаушылар үшін қатынас енді ыңғайлы әрі қолжетімді бола түспек. Сіздермен мен Алмас Мұқажанов, арнайы де-факто медиа хаб үшін. Әсіресе темір жолдармен өзара тығыз байланысуда. Аймақтардың өзара байланысын жақсарту елдің ішкі әлеуетін арттырады.